Тәуелсіздік жылдарындағы білім беру жүйесінің жетістіктері Қазақстан тәуелсіздік алу ел тарихындағы ең маңызды кезеңдердің бірі болды. Осы тарихи сәттен бастап еліміз экономикалық, саяси және әлеуметтік өзгерістерді бастан кешіріп, жаңа бағыттар мен даму жолдарын таңдады. Әсіресе білім беру жүйесіндегі өзгерістер тәуелсіздіктің алғашқы жылдарынан бастап мемлекетіміздің маңызды құрамдас бөлігіне айналды. Тәуелсіздік жылдарында еліміз білім беру жүйесі үлкен жетістіктерге жетіп, жаңа кезеңге аяқ басты. Білім беру саласындағы реформалар тәуелсіздік алғаннан кейін Қазақстан өз білім беру жүйесін жаңарту үшін көптеген шаралар қабылдады. 2000 жылдың басынан бастап инвестиция ағыла бастады. Жаңа мектептер мен жоғары оқу орындары салынды. Инфрақұрылым жаңартылды. Компьютерлік техника мен интернетке қолжетімділік артты. Бұл өзгерістер білім алушыларға жаңа мүмкіндіктер туғызып, еліміздегі білім сапасын халықаралық деңгейде арттыруға мүмкіндік берді. Қазақстан халықаралық білім жүйесінде де өз орнын табуға тырысты. Елімізде шетелдік оқу орындарымен серіктестік орнатылып, білім алмасу бағдарламалары кеңейтілді. Сонымен қатар Қазақстан халықаралық білім олимпиадалары мен тестілеулерінде тұрақты түрде жоғары нәтижелер көрсетіп келеді. Қазақстан оқушылары PISA, программ халықаралық білім сынақтарында өздерін жақсы қырынан танытып, еліміз білім жүйесінің даму деңгейін халықаралық аренада дәлелдеді. Мектеп пен жоғары білім сапасы Қазақстанның білім беру жүйесінде соңғы жылдары мектеп пен жоғары білім салаларында тығыз байланыс орнатылды. Оқу бағдарламалары жаңартылып, оқытушылардың біліктілігін арттыруға арналған курстар мен тренингтер ұйымдастырылды. Тәуелсіздік жылдарында бірқатар университеттер мен мектептер әлемдік білім беру картасында белгілі орындарға ие болды. Бұл еліміздің білім беру жүйесінің жаһандық бәсекеге қабілеттілігін артып келе жатқанын дәлелдеді. Тәуелсіздік жылдарында білім беру кеңістігінің жаңғыруы мен даму қарқынында өз үлесімді қосу мен үшін үлкен жауапкершілік әрі зор мәртебе. Жаңашылдыққа негізделген жүйеде шәкірт тәрбиелеу, олардың қабілетін ашып, шығармашылық мүмкіндігін дамыту ұстаздық жолының басты ұстанымы. Осы жылдар ішінде өз пәнім бойынша көптеген ізденістер жүргізіп, нәтижелі еңбектің жемісін көру бұйырды. Менің жетекшілігімдегі оқушылардың жетістігі ең алдымен білім мен еңбектің тұрақты ізденістердің көрінісі. Облыстық деңгейде зерде ғылыми шығармашылық жоба байқауында шәкіртім жүлделі 2-ші орын иеленсе, республика көлемінде Ақбота, Кенгуру, Алтын Саха олимпиадаларында 1-ші, 2-ші орындарды иеленіп жүрді. Оқушым Әлдәбек Әлинұр республикалық Ильяс оқулар сайысында 1-ші орын алып, мені алғыс хатпен марапаттады. Ал шәкіртім Әмірхан Томирис облыстық жас математика олимпиадасында 2-ші орын, Алаш оқулары олимпиадасында 1-ші орын, Алтын ұрпақ зияткерлік олимпиадасында 2-ші орын иеленді. Алтын қыран ерекше дарын иесі олимпиадасында оқушым Валихан Мейірхан жүлделі 3-ші орын иеленіп, өз білімінің талпынысын дәлелдеді. Білімді ұрпақ республикалық олимпиадада Дарханбай Әли мен Әмірхан Томирис жүлделі 2-ші, 1-ші орындар иемденді. Ұстаз ретінде тек шәкірт тәрбиелеп қана қоймай, кәсіби ізденіс пен тәжірибе алмасуды да басты орынға қойдым. 21-ші ғасырдың сыни ойлау және мәселелерді шешу жолдары тақырыбында облыстық форумда өз тәжірибеммен бөлістім. Мазмұнды баяндама оқып, білім беру жүйесін жетілдіруге қосқан үлесім үшін марапатқа ие болдым. 2024 жылы өткен цифрлы педагог облыстық байқауында 1-ші орын иеленсем, Педстарт республикалық олимпиадада 1-ші және 2-ші жүлделі орындарды алдым. Каникулда кітап оқимыз республикалық марафонда шәкірттерім белсенді қатысқан үшін алғыс хат алдым. Білім саласындағы қоғамдық жұмыстарға да белсене араласып келемін. Түлкібас аудандық бастауыш сыныптар шығармашылық топ мүшесі ретінде түрлі жобаларға қатысып, аудандық іс-шараларда комиссия құрамында қызмет атқарып келемін. Бағалаған еліміздің 1-ші вице-министрі Мелдебекова арнайы алғыс хат табыстады. Осының бәрі ұстаздық жолымда жинаған тәжірибемнің, тынымсыз еңбектің және шәкірттерімнің талпынысының нәтижесі. Ұлт болашағы жас ұрпаққа сапалы білім беру жолында әлі де талмай еңбек етіп, өз үлесімді қоса беруді басты парызым деп білемін. Тәуелсіздік бір ғана тарихи дерек емес, ұлттың
рухын түлеткен, елді жаңа мұраттарға бастайтын қасиетті ұғым. 1991 жылы Қазақстан өз тәуелсіздігін жариялаған сәттен бастап даму жолының жаңа кезегіне қадам басты. Сол кезден бергі әрбір жыл экономикалық өрлеу, мәдени жаңғыру, әлеуметтік тұрақтылықпен бірге білім беру саласының да терең өрістеу жылдары болды. Өйткені егемен елдің ең басты капиталы білімді, көз ашық, көкірегі ояу жас ұрпақ. Осындай өркениет жолында үлкен өзгерістердің ортасында мен де ұстаз ретінде өз борышымды атқаруға бар күшімді арнап келемін. Өскелең ұрпаққа білім беріп, олардың шығармашылығын дамытып, оның жемісін көріп келемін. Осындай тәуелсіз елімізде өмір сүріп жатқан өз отбасым туралы да айтып кеткенді жөн көріп тұрмын. Отбасым ұстаздар әулеті. Балаларымның әкесі спорт саласында облыстық, республика деңгейінде үстел теннисі, волейбол, шахматтан жүлдегерлер тәрбиелеп, салауатты өмір салтын насихаттап келеді. Еліміздің болашағына үлкен үлес қосып жүрген білікті жаттықтырушы. Ал өзім көп балалы алтын алқа иегерімін. Демографияны нығайтуға үлес қосып отырған анамын. Балаларымның білімді, тәрбиелі етіп өсіруді басты міндетім деп білемін. Бүгінде барлық балаларым оқу озаттары, түрлі білім олимпиадаларының жеңімпаздары, мектебіміздің мақтаныштары. Үлкендерім мемлекеттік грантпен жоғары оқу орнына түсіп, болашақ ұстаз болуды мақсат тұтып отыр. Бәріміздің мақсатымыз туған елдің болашағы үшін адал еңбек ету. Мен тәуелсіз Қазақстанның білім саласында өз үлесімді қосып келе жатқаныма үлкен мақтанышпен айта аламын. Қорытындылай келе, Қазақстан тәуелсіздігін алғаннан бері білім беру саласында көптеген жетістіктерге жетіп, білім жүйесі жаңғырып, халықаралық деңгейде бәсекеге қабілетті бола бастады. Елдегі білім беру мекемелері заманауи талапқа сай келеді. Бұндай тәуелсіз елде еңбек еткенді мен мақтан тұтамын.